Республикалық жыр сайысы 28 мамыр күні қасиетті Ордабасы тауында жалғасты. Қазақтың айтыс десе ұғымы кең, байқасқан қызыл сөздің құрығымен. Мен бүгін мама бие секілдемін, төскейден бірге шапқан құлынымен. Қырымның қандай мынау жотасы кең, шапанда жарасады оқасымен. Мен бүгін бозмаяға ұқсап тұрмын, бір желген бозғымада ботасымен. Ботасы бірде озар, бірде қалар, осыла да айналсақтап қайта барар. Бір қымтап желкесінен енесіне, елжіреп ақ ботасынай бауырына бар. Арманда бүгінгі күн тойламаған, ақтарды қазынасын тойға қалам. Берейін кезегіңді енді сенің, ақтарым жүрса алдыңдай сөйле балам. Айдасы сегіз қырлы айқаяғы намысымның, жалғанда қарыспайды жағышымның. Ассалаумағалейкум әз ағайын, куәгер боп жүрген шабысымның. Омартадай кеудемнен ойып тұрып, келеді өлеңімнен балы соңғым. Қысқартып сөз саптайын соза бермей, әңгімесі секілді абысымның. Қайнатқан бірлікпенен арғазанын, үш биге бас июде бар қазағым. Мына тау бұл күндері мұңаймасын, өткіз алмас кедейдей ханғазарын. Көргендей болам тіпті жұрт жүзінен, құлпырған табиғаттың таңға жарын. Алдында тұрмын, білмеймін ар жағында қандай іс бар. Алдында тұрмын үлкен дарбазаның, аманбысыз қалаулысы халқының, қыздырған қаралөңнің қан базарына. Тұлпардан озған бекен тай ышқынып, жүрсе де талай-талай сайыс төсіп. Болғаны да кетпесеңіз бозбаланың, қатпаған қабырғасын қайыстырып. Көңілім баяғыдай кетсеңіз де, бедімді сәмбі талдай майыстырып.